Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін қайызғақты кетірудің 3 нақты жолымен сіздермен бөліскім келіп тұр. Мені қолдап лайк басуларыңызды сұраймын. Қайызғақ басқа аурулар секілді ауыртып мазаңызды алмағанымен жайсыздықты тудырады. Ең әуелгі бірінші әдіс бұл 4 штук лимонды алып, қабығын аршып, 1 литр суға қайнатамыз. Жарты сағаттай қайнатып болған соң, шашымызды лимонның суымен шаямыз. Ал екінші әдісі, шашыңызды шампуньмен жуып болған соң, 1 уыс тұзды алып, таза суға салып, езіп, сол сумен шашымызды шаямыз. Ал үшінші әдіс, кішкене шампуньді алып, соның ішіне соған 3 штук аспиринді салып, езіп, шашымызды жуамыз. Айтып өткендей, лимон да, тұз да шаштың қайратты әрі әдемі болып өсуіне көмектеседі. Пайдасы өте зор. Бұл әдістерді өзім қолданып көргенмін. Сізге де қолдануға кеңес беремін. Бұл видео сіз үшін пайдалы болған болса, тегін лайктарыңызды аямаңыздар. Ал сіз қайызғақты кетіру үшін нені қолдандыңыз? Сол жайлы комментарийге өз ойыңызды жазып кетуіңізді сұраймын. Бір-бірімізбен ақпарат алмаса отырайық. Назарыңызға рахмет. Сау болыңыз.